hürmetli оқушылар, biz bugün sabahımızı başlayımız. Yani 3-4-3 90'dağı en albaşı sabahımızda başlayalım. Biz o için topqa bölünüp alayıq. Kelin. Bazen dağısı kelin. Anlar topqa bölünüyoruz. Keng bölünüyorlar. Qaysizlar? O'quvga sabaqqa жақсы көңіл күймен келіп бар. Онда осы 90-ды жақсылап бастап, жақсылап аяқтаймыз. Түсінікті ме? Мен сіздерге бір цифра беремін. Ашпаймыз. Бірақ көршілеріңізге соны көршімен бөлісеміз. Жарай ма? Жан-жағымызға. Алдыңызға барлығыңыз толық, ал кімге бересіз? Сіз, Зарина, кімге бересіз? Сәл бер. Одан сіз болды. Ауысқандарыңыз отыра беріңіздер. Еш? Бір физикал, екі әлеуметтік. Сіз кіммен ауысқансыз? Еркін ауысың? Жақсылап жайғасылар. Физикалық және әлеуметтік 6 алтаудан бөліндік па? Енді қараймыз, мұқият тыңдаймыз. Физикалық географияда бірді қойған себебіміз біз осы 90-ға дейін физикалық географияны өттік, солай ма? Енді әлеуметтік география осы 90-нан бастап 4-90 не істейді? Өтіледі. Сондықтан осы физикалық және әлеуметтік географияны топқа бөлуде осы екі ұғымды негізге алдым. Ал енді топқа бөлініп алсаңыздар, біз мынау партаның алдындағы топтық бағалау үлгісін көрсетеміз. Түсінікті ме? Топтық бағалау. Топ басшы сіз боласыз. Сымбар. Топ басшы ер бар. Топ мүшелерін жаза беріңіз. Сіз ары үй тапсырмасынан не беріліп еді? Табиғи ресурстарды өңдеу. Экономикалық географияның, әлеуметтік географияның. Ал үй тапсырмасы міне алдарыңызда тұр берілді. Кітап жабамыз. Үйде оқып келген жамыз, енді осыны жалпы қараққа жазып, тез жазып айтып береміз. 5 минут, бір-ақ минут уақыт береміз. Бар ма? Қане үй тапсырмасы? Қане? Бар ғой? Жоқ емес бар ғой? Көрген бұяқын дейін бар? Білмейміз. Бар ма тақырыптың ішінде? Тез. Бір адам жазсын, бір адам айтсын, жалпы шоқын. Кетті бақ. Бүгін кім жоқ? Сыныпта кім жоқ бүгін? Бүгін классы қаш болады? Сіз айтып бересіз. Жазылғандай дұрыстар. Жазып. Жоқ, ауызша келесіде. Жазып башап. Жағын қалсын. Қасына мұнай қанша фракциядан өтетіндігі, оны қайта өңдеуде, я? Келеміз ба? Тез. Ербарыз. Сымбат. Не істейміз?
Неақ бастайды. Сіз. Шығып диалогың орта тұрға керек. Бірақ мұңғаныңыз. Ербас. Пайдалы нефть, арба, темір, кен орындары мен түрлі түсті металдар жатады. Құрамында бір мезетте бірнеше металл болатын кендер де бар. Мысалы, полиметалл. Одан не өндіріледі полиметалл? Не өндіріледі? Полиметалл құрамында мыс, мырыш, тағы басқалар өндіріледі. Оларды біз полиметалдар дейміз. Сондықтан біз оларды полиметалдар құрамында бірнеше поли деген құрамында бірнеше металдан атау. Металдар болуы поли деп аталады. Моно болатын болса бір ғана металл. Болдық па? Ал тек қана мынау темірден тағы да қандай өнімдер өндіріледі? Анау көз алдарыңыздағы темірден. Темірден бөлек қандай өнім өндіріледі? Кім айтады? Қосымша сұрақ. Ал мына темірден қорғас өндіріледі? Мынау темір. Одан бөлек қандай өнімдер өндіріледі? Кім айтады? Қандай өнім өндіріледі темірден? Қалған екі өнім. Темірді біз мұнайды айтамыз. Ал сіздер. Мұнай өңдеу, мұнай алғашқы өңдеу және табиғи ресурстар жекелеген түрлері қайта өңдеу технологиялары. Табиғи ресурстардың жекелеген түрлері және қайта өңдеу технологиялары. Мұнай өңдеу, мұнай алғашқы өңдеу және тазарту, мұнайды екінші рет қайта өңдеу, пайдалы қазбаларды өңдеу. Екінші рет қайта өңдеуден не алынады? Сіз айтады? Одан біз өмірде қолданатын нелерді газ, бензин, соляр майы. Қазір өзі айтып қойсын, болмаса қосамыз деп айттық қой, келістік қой. Соляр майы, асфальт. Асфальт, жөндеуге арналған. Тағы, ұшақтарға құйылатын. Ұшақтарға керосин. Бұл. Кім көмектеседі? Берік. Мазут. Олардың қайнау температурасы біріншісінікі 40 градус, екіншісі 40 пен 170 градус, үшіншісі 170 пен 270 градус, 270 пен 360 градус, 360 пен 550 градус, ал соңғысы 560 және одан да жоғары. Мен жасыланға сұрақ қойып жүрді. Ауыл шаруашылық техникалары, яғни трактор, ауыл жүк көлік машиналарына құйылатын жанар-жағармай деп атаймыз. Соляр майы, Соляр майы. бензин. Қой, тракторға бензин демей жан. Ауыл шаруашылық техникалары. Соляр майы құйылады, ол қанша градуста қайнайды? Соляр майы 273. Мен жасыланнан сұрақ көрдім ғой негізі. Осылар сөйлету мақсатында. 180, 300. Не айтасыз? Сіз өзіңіз жауап тұрмаңыз. Қанша градуста қайнайды қайнау температурасы? 270, 360 градуста қайнайды отыра қойсаңыз. Ал біз Қазақстан Республикасында экономикалық географияның, яғни табиғи ресурстарды қайта өңдеу тақырыбында сабақты өттік, дұрыс па? Ал мұнайды соның ішінде басты біздің Қазақстанның қара алтын пайдалы қазбасы мұнай болып табылады. Мұнайды қара алтын деп атайды. Екінші атауы ол мұнайдан қалдық қалмайды, білесіздер. Неше фракциядан өтеді? 6 фракциядан өтеді. Сондықтан ол ең соңында
асфальт, яғни жол төсек жұмыстарына қолданылады және одан бөлек химиялық укол дәрі-дәрмектерде де қолданылады деп біз бүгінгі тақырыпты ашамыз. Не тақырып? Экономикалық инфрақұрылым. Жалпы инфрақұрылым дегенде не түсінесіздер өздеріңіз? Балалар айта қойшы. Қазір айтамыз. Өнеркәсіп, тауарлар, қызметтер, әртүрлі тауарлар. Осы ауылда инфрақұрылым бар ма? Ауыл, сыртқа шықпай-ақ қояды. Кім айтшы? Деп фамилия кім еді? Нұрлыбай Ерасыл. Ауылда. Ауылда, сыртқа кетпейміз. Бізде мектепте бар, Дүкендер. Ол инфрақұрылымға жатады деген. сауда орындары. Сауда орындары, ауылда сауда орындары жоқ қой, дүкендер жатқызамыз. Екінші шықта да жатқызуға болады ғой? Екінші жатқыза алмайды. Инфрақұрылым. Ол бөлінме сол. Ал, тыңдаймыз. Инфрақұрылым дегеніміз халықтың әлеуметтік тұрғын, әлеуметтік жағдайдың айқын нышаны. Әрбір ауылдың көркеюі, өркендеуі инфрақұрылымға байланысты. Біз 7-ші сыныпта өткенбіз. 7-ші сыныпта өткен кезде инфрақұрылымның негізгі бөліктері банк, биржалар, аукциондар, дүкендер, базарлар, сауда орындары, тағы басқалар. Және бұлар демалыс орындары, развлекательный центр дейді, яғни реактивті адамның барып демалып қайту орындары. Оған Көкшетау, Бурабайда, Сарыағашымыз бар, Алмарасан, Қапаларасан біздің Қазақстанда өте көп. Мұндай әлеуметтік инфрақұрылымдар. Енді сауда орындары халықтың негізгі нышаны болып табылады. Алғашқы 80-90 жылдары егемендік алған кезде халық жаппай базарға барып, базардан сауда-саттық жасайтын еді. Әлі де базарға барады. Бірақ қазір сауда орындары дамыған түрде бір ғана адам отырады, тастады. Соған әкеп барлығы төлейді. Дұрыс па? Ол қолына чек алып, алған тауарын жарамдылық мерзімін көріп, өзін тұтынушының тарапынан заңын, сауда орындарында заңды, халық былайша айтқанда не істей бастады, біле бастады. Әлеуметтік инфрақұрылымның негізгі кешені осы сауда орындар, аукциондар, базарлар, биржалардың көп болса, әлеуметтік инфрақұрылым соғұрлым жақсы деген. Соны оқу үшін сіздерге қазір тапсырма бердім тағы да, соның ішінде тұрып. Не деп тұр? Әлеуметтік инфрақұрылымның құрамы сіздердікі басты белгілері. Бар ма? Міне, мына жерде әлеуметтік инфрақұрылымның өзіне және мына басты белгілер. Жүйелілік, ресурс сыйымдылық, ұзаққа төзімділік. Енді сіз аружан айтасыз, аман жол түсіндіріп бересіз. Қалғандарыңыз қосылыңыз. Міне. Құрамы деген. Көрдік па? Ал енді оған Заринамен зервар деген бересіз. Қалғандарыңыз қосылады. Мына құрамы мәденің Ернұр. Кіммен көрсетті? Азаматпен Ернұр. Жазуды білесіз жоқ? Айтпай кеткенде білесіздер. Әнбебап дегеніміз универсальный. Жан-жаққа кете береді. Ұзақта төзімділік, оригинал. Сіздердің сөздеріңіз. Ресурс, пайдалы қазбалатын еді. Жүйелілік, активный. Түсінбесеңіз. Ал?
Birinchi hayat kimga de? Sizlarga. Hozir 1 minut. Havadan aytgan so'zlarim unutib ketganda sizlar qarab o'tirasiz. Esizmi? So'ngdan muhiyat barlig'ini aytib o'tirsamiz. Бұл таралу қызметтері олардың банктер, биржалар, банк, ломбард, Сұрағымыз болмаса не сұрақ қойды? инфрақұрылым және оның басты белгілері. Аха. Оларға инфрақұрылымға банктер, ломбардтар, биржалар және банк, аукциондар жатады. Екінші кім еді? Экономикалық инфрақұрылым басты белгілері олар Жазғанымыз әкесі. Бағана жазылып кетіп қалған. төртке бөлінеді. Жүйкелік ол өзара тығыз байланысты компанияны айтамыз. Ал ресурстар сыйымдылығы дегеніміз инфрақұрылымның ірі нысандарының құруын айтамыз. Және тағы екеуі бар. Инфрақұрылым мәселелеріне ұзаққа төзімді және әмбебаптар. Ұзаққа төзімді дегеніміз ол белгілі бір материалдың нысандарын ұзақ уақыт мерзімінде қолдану үшін құрылады инфрақұрылым. Ал және әмбебаптар. Инфрақұрылымды тек зауытқа, аймаққа емес барлық жерде қолдану үшін құрылған. Сіз айтсаңыз, Елнұр, жүйелілік дегеніңіз не? Инфрақұрылымның жүйелілігі дегеніңіз не? Жүйелілігі ол өзара тығыз байланыста болатын көптеген компаниялардан, құралдардан, ғимараттардан тұрады. Құрбаналиева. Ресурс сыйымдылық. Ресурс сыйымдылығы бұл ірі нысандардың шығындары деп аталады. Оған әртүрлі мемлекеттер жатады. Әртүрлі мемлекеттер жатады. Мемлекет емес, мекеме шығар. Мекеме жатады. Әртүрлі қандай мекемелер мысалы? Ресурс сыйымдылығы. Банктер, дүкендер, акциондардан басқа мекеме. Болды асқара, нақты айтады. Қол қайтылды ма? Келсесіздер ма? Қол қайтылды меніңше. Айтпаған екеуі кімге? Елнұр мен Құрбаналиева толықтырып жіберді, сымбат жүйеге. Сіздерден кім айтады дедім? Қазір мен төтесінен сұрақ қойып қалам. Сондықтан айындырыңыздар, тыныш кәл. Инфрақұрылымның құрамы. 1 минут бар. Кім айтса? Инфрақұрылымның құрамына сауда ұйымдары мен биржалар жатады. Олардың ішінде тауар биржасы, қор биржасы, валюта биржасы, еңбек биржасы және аукциондар жатады. Және банктер және банк емес мекемелер жатады. Банк емес мекемелер олар сақтандыратын компаниялар және зейнетақы қорлары жатады. Ал банктер олар нарықтық экономикалық барлық қатысушыларды ақша айналымын реттеп отырады. Еңбек биржасы жұмысын ауыстырғысы келетіндерге көмектеседі. Және оның арасында жұмыс істейтін адамдардың арасында саудаларына делдал болып отырады. Және аукциондар кез келген бір адамнан тауар сатып алады және оны аукциондар арқылы оның бағасын әлдеқайда жоғары етіп сатады. Аукциондардың басқарушы адамдарға оларға музейдегі адамдарды алуға болады, тағы басқа адамдарды. Олар сол жердегі тауарды қымбатырақ етіп сатады. Жақсы, барлығын өзіңіз айтпай қойыңыз, қалғанына қасын кет. Сауда ұйымдары олар өздері тауар өндірмейді. Яғни өндірген тауарды сатуға жәрдем беретін адамдар. Ал ол біріншіден ол өндіретін адамдарға яғни жәрдем береді шикізат, технологиялармен жәрдем береді. Ал екінші жағынан олар өндірілген заттарды адамдарға қамтамасыз етеді. Тауар биржасы.
Биржа емес, биржа. Биржа. Биржалар. Тауар биржалары тауарлардың және тауарлар және валюталар болады. Яғни сауда биржасында ол тауар биржасы ол мысалы тауарды алатын болсақ, солардың бағаларына жауап береді. Яғни бір сөзбен айтқанда, біз кене зат аламыз ғой, соның бағасына жауап береді. Bir ne айтылмай кетті, оның бүттім. Қазір жер бас. Екеуінен сұрақ қойын. Валюта дегеніміз не? Түсініктеріңіз. Валюта дегеніміз Ақша? Біздің осы заттардың барлығы ақшадан алынады. Валюта дегеніміз Құнды нелер? құнды заттар. Құнды қағаздар. Валюта биржасы болып кетті. Валюта биржасы бұл ұлттық валюталардың еркін сатып алынуы, шөлдегі қағаздардың сатып алынуы. Валюта биржасының тікелей мақсаты валюта биржасы дегеніміз ол шетел валюталар құнын анықтау курсы. Және аукционға қойылған заттарды лот деп атайды. Ал, Амен. сіз керек ол. Одан кейін қор биржасы бұл бағалы қағаздарды сату және олардың нарықтық бағасын анықтауды қор биржасы деп атайды. Сауда түрлерінің бірі аукцион. Әлем дүниежүзінің ең ірі аукциондарына Христес және eBay, Amazon, Taobao деген аукциондар жатады. Аукциондық фирма бар, жатады. Ал енді, жақсы. Кім қалды? Берікбай. Шығыңыз енді. Үшінші не деп тұр бізде? Қорытынды деп тұр. Қорытынды. Астында. Бізден кім қалды? Құрбаналиева және Ернұр қалды ма? Сен қалды. Кел. Енді жасамыз. Не жоқпас? Қаны жақсы. Өзі тоқсан. Біреуіңіз айтып тұрасыздар, біреуіңіз жазасыздар. Қорытындыға. Тоқта, не жазасыздар? Жете ма мен? Бүгінгі өткен, нақ сөйлейтін болса балдарын кемітер білем. Бүгінгі өткен сабақтағы термин сөздерді жазу. Тоқта, ойландыңыздар, мен уақыт деймін, сол кезде бастайсыздар. Кеттік па? Тұрадыңыздар. Термин сөздерді жазу, соған қоршамыз. Тыныш. Тыныш. Кетті. Аяққа қарамаймыз. Сіз қарамайсыз. Уақыт кетті. Siz hiç böyle
қор биржасы, біреу сауда биржасы, екеу еңбек биржасы, үшеу не дейді? Мынау немене? Валюта биржасы, мейлі, үшеу, төртеу, лот, аукцион, ломбард, инфрақұрылым, мақұл қабылдайық. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 жазып жерге. 8. Мына жақ лот, дүкен, валюта, биржа, аукцион, банк, ломбард, қор биржасы. Нешеу? 8-де 8. Тең болды. Міне бүгінгі өткен термин сөздеріміз. Ал отыра қойыңыздар. Бүгінгі сабақ қалай болды? Жақсы болды ма? Жақсы болса, олай болса мен бүгінгі сабақты бағалаймын. Ербар сұрақ қой, тобында кім-кімдер қатысып, кім-кімдерге неше қойдыңыз? Жауап беріңіз. Қойған, 1 минут уақыт кетті, ал жарайды. Уақыт кетті. Көріп, қойғансыздар. Барлығы бірдей деген нәрсе болуы мүмкін емес. Сәл анан, сәл былай болады. Бүйт деген нәрсе болмайды. Кәні оқимыз. Тобында кімдер болды, кімдерге қойдым. Сымбаттыныш. Ананда Ербарыс, Тағабек, Бердиева, Сарбинос, Нұрлыға, Ерасыл, Исағайна, Зарина, Қажы Мұхаммед жазған. Нешеден қойдыңыз? Үй тапсырмасына. Жоқ, жалпы айтасаңыз да кейін келісімсің ау. Ананда Ербарыс 9, Тағабек 9, Бердиева, Сарбинос 9, Нұрлыға, Ерасыл 8, Исағайна, Зарина 9, Қажы Мұхаммед жазған 8. Келсестерме бағаларыңызбен? Ешкім сөйлемей қалған жоқ. Ербарыс қойдым, одан кейін Сарбинос. Неше дедіңіз? 9 қойдым. Одан кейін Исағайна, Зарина 9 балл. Кім еді? Қажы Мұхаммед жазылған 8 балл. Нұрлыбай Ерасыл 8 балл. Келсесіздер қойдар? Кеттік арғарап. Қазір Аманжол Аружан неш балл? Аружан 9 балл. Аманжол Азамат 8 балл. Ақберді жоқ, Дүйсенім жоқ. Нұрғиса 9. Құрбаналиева 9. Ернұр 8. болды. Сымбаттың өзі 9 ба? 9 ба? Азамат Ернұр 8. 9 кеткісі мейлі. Айдың болды ма? Бүгінгі сабаққа енді кері байланысты жазамыз мына жерге. Бірінші топтарының, бөлген топтарына. Сабақ қалай болды? Қайда ұнамаған тұстары немесе ұсындыңыз ба? Топтың бөлігі, топқа бөліп бөліп қой. Топ парақтарын кәні? Мынау? Топқа бөлінген парақ кәні? Мыжы тұстардыңдар ма? Сен кім айтқан? Біреуіне. Стоп, не алмайсың ба? Давай, камера шығып отқан. Неге?